қымбатты әріптестер, бүгінгі болғалы отырған семинар тренинг сіздердің педагогикалық еңбек жолдарыңызға өз көмегін тигізіп, бір-бірлеріңізбен тәжірибе алмасып, шеберліктеріңізді шыңдайсыздар деген үміттемін. Сіздермен бірге үйрене жүріп үйретеміз мақсатында ұйымдастырылған 21 ғасыр бәсеке ғасыр атты семинарымызды бастаймыз. Ендігі сөз кезегі жас мамандарымызда. Саламатты ма, құрметті ұстаздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді бүгінгі біздің семинарымыздың тақырыбы 21 ғасыр бәсеке ғасыры. Қазіргі білесіздер, заман талабына сай әрбір ұстаз бәсекеге қабілетті жаңашыл ұстаз болу керек. Яғни жаңашыл ұстаз дегеніміз бұл заман талабы. Бұл жаңашыл ұстаз әдістемелік бай, ізденімпаз, жауапкершілігі өте жоғары, өз ісіне мұқият қарайтын, жан-жақты ұстаз болуымыз керек. Сол себепті біздің осы Кембридждің әдіс тәсілдері біздің мұғалім менен оқушының сабақ кезіндегі көп проблемаларды шешуге және сабағымыздың осы жаңартылған бағдарламаға сәйкес өтуіне өте көп көмектеседі. Сондықтан қазір сіздерге мен интербелсенді әдіс тәсілдерімен таныстырмақшымын. Сын тұрғысынан ойлау түсініктері мен құралдары. Сын тұрғысынан ойлау оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады, өз ойын Құрметті әріптестер, сіздердің біз Қытай ғұламасы Конфуцийдің сөзіне бастағым келіп тұр. Маған айтсам, мен ұмытып қаламын дейді. Маған көрсетсем, мен есімде сақтаймын. Яғни әдіс тәсілдерді көзбен көру арқылы, сурет арқылы, слайд, видео арқылы көрсетсек, оқушылардың зейіні де оған арналған сурет арқылы өзіне жеткізген түйсігі де ойы да нақты жүзеге асырылады. Ал құрметті әріптестер, қазір сіздермен біз топқа бөлінеміз. Қолдарыңызда өздеріңіздің заттарыңыз бар ма? Өз ұнаған заттарыңызды менің қазір мына қағазыма салып өтсеңіздер, бір-бір заттарым. Құрметті әріптестер, бұл менің ұнаған затым деген әдіс. Осы арқылы мен топқа бөлінемін. Мына топқа, мына заттарды қою арқылы сіздер топқа бөлінесіздер. Енді топқа бөлінсеңіздер. Құрметті әріптестер, қазір біз топқа бөлініп алдық. Енді біз қазір постер қорғаймыз. Елімізде болып жатқан індетке байланысты біз қазір мектепте қашықтан оқыту болып жатыр. Соған байланысты қашықтан оқыту онлайн бізге қандай қиыншылық әкелді? Оның артықшылығы қандай? Пайдасы болды ма? Біз және де мұғалімдер, біз әдіс тәсілдерді қолдана алдық па? Қалай қолданалық? Ойын түрде ма? Немесе видео арқылы ма? Сол арқылы елімізде болып жатқан мәселені бірге талқыласақ. Мәселен, осы әдіс арқылы қорғайсыздар, балық қаңқасы туралы. Келесі, бізде дәлел керек, нақты жүйе керек, және де нәтиже түйін керек, қорытынды жасап өтесіздер. Ал енді бүгінгі біздің кезекті семинардағы постеріміз балық қаңқасы. Бұл жерде бізде онлайнның және офлайнның зиянды және пайдасы жайлы айтылу керек болатын. Сонда бізде мысалға онлайнның жаңағы балаларға берген зияндылығы көзін
нашарлатты, ойлау қабілетін төмендетті, денсаулығы нашарлады. Балаларда жалқаулық пайда болды, ынтасы азайды және білім сапасы өте төмендей бастады. Сондай-ақ тиімсіз жағы ол кері байланыс аз болды және әдіс тәсілдердің дұрыс қолдана алынбауы болды. Ал тиімдісі мұғалімнің қадірі артты және ата-аналар балалармен бірге уақытты көбірек өткізді. Ал енді келесі тағы айтатын болатын болсақ, тиімді жағы балалар, мысалы 2021 ғасырдағы балалар жаңа технологияға тез үйренді. Ал балада кішкене ізденімпаздық пайда болды. Жақсы, рахмет. Ал басқа топ сіздер келісесіздер ме осы қосамасыздар ма, немесе кейбір жазған пікірлерге қарсы пікірлеріңіз бар ма? Жоқ. Біз негізі дәстүрлі оқудың қаншалықты балаларға пайдасы бар екенін біз онсыз да білеміз, иә. Біз қазір біздің топпен тек қана жаңа онлайн оқудың зияны мен пайдасына ғана тоқталып отырмыз. Бұл жерде ең алдымен айта кететін болсақ, бала өздігінен жұмыс істейді. Мысалы, бұрында біз бала мұғалім бағыт-бағдар беріп қана жүрді десек те, қазір более-менее көбінесе бала өзімен оқиды, ата-анасы болса да көбіне үлкен сыныпта. Оған себепші мұғалімнің жанында болмауы, ата-аналардың жанында болмайды, көбінесе кіші сыныптар ғана болады. Оқушы әлеуметтік желілерді жеке пайдалана алады. Себебі түрлі сайттар жаңағы оқушылар үшін барлық үшін негізі ашық, иә, көбіне еркін қолдана алады, қолданып үйрене алады. Келесі ізденімпаздық қабілеттігі артады дедік. Оқушы интернетті еркін пайдалана алу себебінен көп жаңағы оқушылар негізінен ізденбейді қазір онлайн болғандықтан. Баланың көру қабілеті, енді бұл жерде біз тек қана 3 пайдасы мен 3 зиянын келтіріп өттік. Баланың көру қабілеті тек қана көру қабілеті емес, жаңағы өзінің денсаулығына себеп бала бір орында отырып оқиды. Мектептегідей қоңырауға шығып келу деген жоқ шығар, бірақ әркімде әрқалай, иә, бір нені бастағаннан сабақтың соңына дейін бала отырады. Және де телефон всегда қолымызда, тек қана оқушылар ғана емес, біздің де, иә, қазір мұғалімдердің көзімізге. Сонымен қатар жаңағы ойы да бөлуі мүмкін, үйінде болғаннан кейін жаңағы тамаққа, басқа бір нәрселерге алаңдауы мүмкін. Үйіндегі жаңағы шуларға, үйінде жаңағы балалар шуласа, соған алаңдап кетуі мүмкін. Сосын жаңағы басқа әлеуметтік желілерден хат келетін болса, немесе ютубқа кіріп кетіп, ойынға кіріп кетіп, сондай минустарын да айта кеткеніміз дұрыс деп шештік. Одан кейін бала көбінесе жалқаулана бастайды, онлайн орында. Ең басты проблема осы. физический нагрузка аз болады. Бала бұрынғыдай байқайсыздар ма? Бұрында бізде жаңағы сыныпта отырған бала 5-ке оқыса, қазір онлайн кезінде ол бала 4-ке оқиды. Неге? Себебі кейде тапсырма жібереді, кейде жібермейді, оны ата-анасымен бірге орындайды, интернеттен қарай салады деген сияқты, иә? Сол себепті Не себеп ол? Не себеп ол? Жалқаулануына ма? Өйткені барлығы алдында дайын тұрғы, бала бұрынғыдай ізденбейді. Кітапты ашпайды бұрынғыдай. Барлығын интернеттен алады, немесе ата-анасынан сұрай салады деген сияқты. Жаңағы бізде былай, көбінесе менің жағдайымды келсек, бір мұғалім маған мынаны орындап берсе шақты ретіп жібереді. Мен оны біліп тұрмын, ол басқа білетін бір бала туысының баласының тапсырмасы екен, иә? Сол сияқты ғой. Сосын жаңағы оқушылар көбінесе уақытында кірмейді сабаққа. Немесе бір күн кіріп, бір күн кірмейді деген сияқты. Себебі свет өшіп қалады, интернет болмайды деген сияқты көп проблемалар, техникалық проблемалар көп кездеседі. Сосын жаңағы сыныптастарымен кездеседі ғой, офлайн оқуда балалар кездеседі. Сол кезде жаңағы баланың жаман әдеттерінен жаңағы аулақ болады да кішкене, өйткені өзінің тегімен сөйлесіп, олардың өздерінің әңгімесі болады ғой. Ал үйіндегілермен оны айта алмауы мүмкін, психологический бала жаңағы несі нашарлап кетуі мүмкін, и жаман әдеттер шығаруы мүмкін. Бала тез ашуланып, тез қайтады. Яғни сөз, словарный речь жоғалып кетеді. Бұрынғыдай топпен араласып, бір-бірімен араласып мектептегідей емес, уже бала жеке дара жұмыс істегендіктен, уже бала деген солай тек қана телефон арқылы. Қазір де байқап жатырмыз ғой, офлайнға шыққаннан кейін. Сол
мектептік біздің шешіміміз бойынша біз негізі топпен онлайн оқуға қарсымыз. Қайырлы құрметті әріптестер, біз осы әдісті ала отырып онлайн оқу мен офлайн оқудың артықшылықтары мен зияндарын қарастырдық. Енді біздің ойымызша ең алғашқы мәселелерді жаздық. Қазіргі кездегі ең басты проблема неде? Онлайн оқуға карантин басталғандықтан барлығымыз қаласақ та қаламасақ та онлайн оқуда жұмыс жасап жатырмыз. Осы кезде ең басты мәселе интернетке байланысты болды. Себебі балада, ата-анада интернет байланысы болмаса, яғни ол байланысқа шығып, сабақтан қалып жатты. Екінші, әлеуметтік жағдай. Енді интернеттен кейін әлеуметтік жағдай бұл телефон біреуде бар, біреуде жоқ. Бір отбасында 4 бала оқса, 2 балада телефон болса, олар ортақ ұстайды. Яғни бұл отбасының әлеуметтік жағдайына әкеліп соғады. Үшінші, психологиялық ахуал. Психологиялық ол баланың міндетті түрде психологиясына әсер етеді. Яғни ол жеке дара оқшауланып оқып жатыр. Көп адаммен сөйлеспейді. Ол өзі жеке өз ойындағы. Сонымен бұл ол баланың психологиясының өзгеруіне әкеліп соғады. Енді қоғамдағы жағдай. Бұл бала енді өзінің ойы өзгеріп жатыр. Себебі қазір онлайн болғандықтан әртүрлі сайттарға кіреді. Бұл балалардың кейде мойындау керек, бір бала жақсы оқымайтын баланы біле тұрасыз, бірақ ол тапсырманың барлығын 5-ке жібереді. 90 бойында сабаққа қатыспайды, 90-ның соңында 90-ны бақылау жазған кезде ол барлық тапсырманы орындап жібереді. Неге? Яғни қоғамда мынандай түсінік қалыптасты. Жаңа ғана Ақтілеу апай айтып өтті, біреудің сабағын біреу орындап береді. Немесе ата-ана, немесе туысы деген сияқты. Сол енді баланың сабағына әсер етіп жатыр. Келесі бізде отбасылық қиындықтар. Бұл қиындық қайдан пайда болып отыр? Бала ата-анаға қазір сабақ оқу барысында біреулер көмектеседі, біреулер көмектеспейді. Ол отбасындағы әртүрлі жағдай. Біз осы проблемаға отбасылық қиындықтарды да қостық. Соңғы жазып отырған мәселеміз бұл денсаулық. Баланың денсаулығына ол бірінші әсер етеді. Ең алдымен телефонға көп үңілу көзді құртса, одан кейін, яғни тіке отыру, мектепте келіп партада отырған бала бөлек, үйде жатып сабақ оқыған бала бөлек. Мүмкін кейбір отбасында жағдай бар, парта қойып бала оқып жатыр. Ал бір үйде мүмкін ол жерде жатып оқиды, диванның үстінде отырып оқиды. Оның барлығы баланың денсаулығына кері әсерін келтіреді. Міне осы проблемаларды тізіп жаздық. Енді осы онлайн оқудың тек теріс жақтарын айтып қана қоймай, артықшылықтарын айтып өтсек. Біріншіден, қызығушылықтары көтеріледі сабаққа. Себебі қазір интернетпен сабақ өткен соң, сонымен боламыз, және видеомен жібереміз сабақтарды. Сол үшін бала сабаққа қызығатын болады. Екіншісі, еркін жүреді. Біз мектепте сабақ өткенде партада ғана отырып сабақ өтеміз. Ал үйде болатын болса, өздерінің еркісіменен қайда болса да әйтеуір отырып сабақ өтеді. Сосын үшіншісінде қазір бұрын сабақтан кейін мұғалімдер келіп қалады. Ал қазір сабақтан соң болса да мұғалімдер интернетте отырады. Сол үшін кейбір сабақты түсінбей кеткенде, оқушылар түсінбей кеткенде қайтадан интернеттен апайдан сұрап алынады болады. Сонымен қатар келесі айтып отырған артықшылығымыз бұл ақпараттық технологиялардың дамуы. Бұлай қарап тұрсақ, күннен күнге сайттар, балалармен жұмыс жасайтын, мысалы білімнетті біз бұрын соңды офлайн оқу кезінде көп қолданбасақ, қазір біз күнделікті қолданамыз. Яғни бұл біздің ақпараттық технологиялардың дамуы. Сонымен қатар балалар мен қатар үлкен отбасында ата-анасы да әлеуметтік желіні бұрын қолданып білмесе, олар қазір қолданып келеді. Себебі WhatsApp, Classroom, білім ойын, сонымен қатар оқуға байланысты бірнеше платформа, Zoom, соның барлығын бұл былайша жалпақтымен айтқанда адамның көзқарасын өзгертіп келеді. Технологияның дамуы барлығымызға әсер етіп жатыр. Соңғы айтатынымыз мұғалімнің мәртебесі. Бұл жерде мұғалімге деген сыйластық артты. Оны барлығымыз мойындаймыз. Мұғалім бұрын қатал ұрсатын мұғалім болып көрінген, қазіргі ата-ана оқуға баласын мұғалімге беріп
қалай болса да ол үйде отырып мұғалімнің қадірін түсінді, ата ана да бала да. Себебі қазір үйде отырып бір баланы, екі баланы оқытқан ата ана қиналады. Сол кезде айтады, бір мектепте 20-30 балаға мұғалім тәрбие беріп, оларды оқытып жатыр. Демек, мұғалімнің мәртебесі көтерілді. Осымен қорытындылаймыз. Қорытындыға жазғанымыз, балалар мұғалімнің қадірін түсінді, ата-ана мұғалімді сыйлауды білді, онлайн болып үйде отырғаннан кейін қоғамға деген көзқарас өзгерді, бір-біріне деген сыйластық артты, және де адам бір-бірінің қадірін білді. Карантиннің арқасында онлайн оқуда үйде отырған адамдар жалпы айтқанда оң жағынан адамгершілік жағынан сабақ алды. Осыны айтқымыз келеді. Құрметті әріптестер, біз енді қазір онлайн оқудың артықшылығын және кемшіліктерін талдап саралап қарастырдық. Ендігі қорытындыны әлмен жеткізсек, қиналдық ойланашым, коллективті ұмыттық тауып жүрген жарасың. Кейде посты ашасың, кейде әйтеуір жабасың. Марсена деп қазақтың қырламаңдар жарасың. Карантин қайда барасың? Бая өкін ақсатты, бағалаңдар әсәтті. Таңыңдар деп маскады, барлығына жасақты. Бәрін айтта бірін айт, айып бұлдар шаршады. Біздің қазақ бекем ғой, бір-біріңді көтер ғой. Мана ауру шынында өте ақылды екен ғой. Мана қысқа жалғанда сыйласпасаң бекер ғой. Мана қысқа жалғанда сыйласпасаң бекер ғой. Әріптестер, келесі ойын сіздер кішкене көңіл беріңізді көтеру мақсатында психологиялық ойын. Сіздер өздеріңіздің алған әсерлеріңізді көбелек саласында сол арқылы білдіресіздер. Топтық жұмыс. Қанша көбелексіздер, иә? Не? Көбелек. Қалай саласыздар? Қалай саласыздар? Өздеріңізді ештеңе жазу қажет емес. Көбелек әріптестер, мына бірінші топтың салған көбелегі бағалаңыздар. Идеяға өте бай, өте мықты, маған сурет өте керемет ұнады. 10 деген балл бере аламыз. Екінші топтың салған суреті. Салған көбелегінде бұл жерде басы жоқ. Көбелектің басы қалай? Басы біздікі былай шағында тұр дейді. Жақсы, керемет, ұнады. Енді бұл үшінші топты салған көбелегі. Өнерлі, өте қазақы көбелек екен. Рахмет сіздерге. Құрметті әріптестер, бағанадан бері семинарымызда бір-бірімізбен көңіл-күйімізді көтеріп, бір-бірімізбен әзілдеп, ойнап күліп жатырмыз. Білмеген нәрселерімізді үйреніп жатырмыз бір-бірлерімізден. Енді мен сіздерге осы сәтті пайдалана отырып бір ситуациялық сұрақтар қойсам деп едім. Яғни кім осы ситуациядан кім қалай шығады? Кезектесіп қол көтеріп жауап беріп отырсаңыздар мархабат. Елестеп отырыңыздар, мектепке кешігіп бара жатырсыз. Уақыт таяп қалды. Кенеттен құрбың қоңырау шалып, қатты ауырып жатқандығын айтып, дәрі алып келуін өтінді. Не істейсіздер? Толыққанды қол көтеріп жауап бере берсеңіздер болады. Мен андай мектепке кете беретін едім да, андай доставка бар ғой, үйіне дейін апарып беретін, сондай заказ беріп алдырып дәріні үйіне жеткізіп беретін. Блоу, иә? Жақсы. Басқа істедім. Түсінікті, иә? Жақсы. Екінші сұрақ. Саған атанан үй тапсырмасын орындау керектігін ескертті. Немесе сұрап тексерді. Кенеттен жан досы қоңырау шалып, оған бір топ балалар тиісіп жатқандығын айтып,
сені келуін өтінді. Яғни бұл енді жігіттерге қатысты шығар деп ойлаймын. Сіз не істер едіңіз осындай жағдайда? Әрине досыңа барасың. Екеуміз біреуміз қол көтеріп толыққанды жауап берсеңіз. Бақытжан. Әрине енді досың басына іс тұрғанда досыңа барасың ғой бірінші. Иә, дұрыс айтасыз, иә? Кез келген жігіт. Себебі сабақ алда да уақытта да бар оқисың. Дұрыс айтасыз. Так, үшінші сұрақ. Көптен күткен әншінің концертіне билет алуға бара жатырсың. Қалтаңда 2000 теңге. Билет құны 2000 теңге. Жолдан құрбың кездесіп, тығыз ақша керек болып тұрғанын айтып, қарызға 1000 теңге сұрады. Бұндай жағдайда не істейсіз? әрине көмек қолын созамын құрбыма. Яғни құрбыңызға сұраған ақшасын бересіз, иә? Сіздер? Мен өзімнің ақшама билет алатын едім да, бір Райымбек деген таныс жігіт бар, сол жігітке звондап қарыз ақша алып. Иә, өте жақсы, иә? Сізге береді. Иә, дұрыс айтасыз. Каспий бар. Түсінікті. Сен мектепте кезекшісің. Сыныптасыңның сөмкесінен ақша жоғалды. Оны сенен көреді. Бұл жағдайда қалай шығасың? Яғни, сыныпта, мектепте кезекшісіздер, иә? Сыныптасыңның сөмкесінен ақша жоғалды. Және ол соны сізден көріп жатыр. Осы жағдайда, осы ситуацияда қалай шығасыздар? дамыған тамам. Кәміл. Дәлел сұрайсыз. Дәлел сосын қасындағы достардан сұраймыз. Өйткені олар да дәлел ғой. Сұрайды мысалы, мені көргендеріңіз бар, мен алдым ба деп дәлел сұрайды қасындағы достардан. Яғни бірінші камераға жүр? Иә, достарға. Егер ол шынайы сыныптас, кәдімгі себебі сыныптастар 10 жыл, 11 жыл бірге оқығаннан кейін бір-бірін жақсы біледі. Егер сен қандай адам екеніңді білсе, сенен көрмейді. Егер сен ондай қасиетің осы уақытқа дейін байқамасаң. Және сіз бұл жағдайды өздігіңізде шешесіз ба, жоқ әлде сынып жетекшісіне немесе басқа да бір тиісті адамдарға? Жоқ, өзіміз өзара сыныптас болып шешесіз. Өзара, иә? Түсінікті. Рахмет. Сұрақтарым аяқталды. Рахмет. Әріптестер, енді мына жерде кішігірім ойын ойнатсақ деп отырмыз, яғни сергіту сайты ретінде. Мына жерде көріп тұрсыздар, қай қыз сізге ұқсайды деп тұр, яғни осы 4 әйел азаматтарының біреуін өздеріңізге ұнағанын, яғни таңдасаңыздар. Соған қарай мен мына жерде сіздердің мінез құлықтарыңызға керек нәрселерді оқып берсем. Бір. Енді бірді таңдағандар бар ғой, бірді таңдағандар, яғни болашақ ана деп тұр. Сіздің басты қасиетіңіз қарапайым болу. Бұл әдетті барлық жерде қолданасыз. Сырт келбетіңізде қарым-қатынас жасағанда да жалпы өмірде қарапайымсыз. Ештеңені қиындатқыңыз келмейді. Кез келген шешім қабылдарда жүрегіңіздің үніне құлақ түресіз. Оған ешқашан өкінбейсіз де. Алайда анда-санда ақылыңыздың айтқанын тыңдап отырсаңыз да қателеспейсіз. Екінші таңдағандар бар ма? Екі, бастық ханым. Яғни сіз алға қойған мақсатыңызға жетпей қоймайтын жансыз. Сіздің бұл қасиетіңізге көбі қызыға да қызғана да қарайды. Әлде біреу сізді ашулы жүреді деген ойда қалуы мүмкін. Алайда сіз әрдайым өз орныңызды білесіз және өз күшіңізге сенесіз. Дәл осы қасиетіңіз арқылы өзгелер жолда сүрініп жатқанда қайта тұрып жүгіріп межел жерге жетіп аласыз. Қадалған жеріңізден қан алмай қоймайсыз. Тек туыстарыңыздың, жақын жандарыңыздың барлық тілегін орындауға міндетті емес екеніңізді ұмытпаңыз. Үшті таңдаған келіншектерге, яғни ит ұстаған келіншек бір, сіздің ең басты қасиетіңіз креатив ойлап табу. Арманыңыз асқақ, оны жүзеге асыру үшін барыңызды саласыз. Алайда жақын адамдарыңыздың барлығы бірдей өмірлік көзқарасыңызды құптай бермейді. Кейбірі сізді дұрыс түсінбейді. Айналаңызда өзіңіз жақын тартатын жандарға ғана жинағаныңыз абзал. Сонда ғана өмірде жетістікке жете аласыз. Төртінші. Іскер әйел. Сіздің таңдауыңыз реалист екеніңізді көрсетеді. Түнеріп жүре алмайсыз, өз бағыңызды білесіз. Кез келген жағдайға оңай бейімделіп кетесіз, ашық жарқынсыз. Өзгелермен тез араласып кетесіз, кез келгеннің тілін таба аласыздар. Жаңа ақпаратты тез қабылдайсыз, пайдаңызға да жарата аласыз. Сізге тек өзіңізге сенімді болу керек, өзіңізге берер бағаңызды арттырыңыз, өз күш-жігеріңізге сеніңіздер. Енді қадірменді ұстаздар, мына жерде мен кішігірім логикалық, яғни әзір сұрақтар дайындап келгем. Сергіту сәті, яғни көңіл көтеру мақсатында жаралғанды жабысқан.
Иә, жаралғанда жабысқан жұма. Яғни, бұлай түсіндірейінші, бірақ ол сіздікі, бірақ өзгелер оны жиі қолданады. Ұзарған сайын қысқаратын нәрсе, ол жол. Өмір. Қай күнде, қай айда 28 күн бар? Барлық айда. Лимонның жартысы неге ұқсайды? Жартысына. Король кімнің алдында тәжін шешеді? Шаштарайым. Суды елекпен қалай тасуға болады? Суды елекпен қалай тасуға болады? Елек деген яғни баяғыда апаларымыз оны үйретеді. Сонымен суды қалай тасуға болады? Мұз қыл қатыр. Қай жерде жексенбі сенбіден бұрын келеді? Қазақ тілінде. Қай жерде? Сөздікте келеді. Сөздікте келеді. Құлақ не үшін керек? Маска табу үшін. Көзді ұстап тұру үшін. Үйдің ең суық жері. Қалай? Үйдің ең суық жері. Сырты. Машинаны қай дөңгелегі арналайды? Запастағы дөңгелегі. Ит пен биттің айырмашылығы не? Иттің үстінде бит болады, биттің үстінде ит болмайды. Енді әлемдегі ең үлкен алма қайда өседі? Алматы. Апорт алмас. Алма қашын өседі. Тарихта ең үлкен бас киім, яғни қалпақ киген адам кім? Тарихта ең үлкен қалпақ бас киім киген адам. Ең үлкен адам. Есікті ашу үшін не қажет? Есіктің тұтқасы. Есікті ашу үшін не қажет? Есіктің жауып тұрғаны. Есіктің жауып болғаны қажет. Теңіздің ортасында не бар? Балықтар неліктен сөйлемейді? Қалай? Балықтар неліктен сөйлемейді? Аузына су. Су жұтып қоймас үшін. Саңырау құлақтар неліктен зонтикке ұқсайды? Теңіздің суы неліктен тұзды? Теңіздің суы неліктен тұзды? Балықтар естен кетіру үшін. Ақтөбеде біреу, Өскеменде жоқ, Алматыда екеу астанада көп болды. Қай сұраққа болымды жауап берілмейді? Сиырдың абысыны кім? Сиыры абысын сиыры. Қайырлы күн әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі қазіргі ойнататын психологиялық ойыным ол жағдаяттарға байланысты, яғни біз осы мұғалімдердің ата-аналармен, оқушылармен жаңа қарым-қатынас жасау кездегі туындайтын жағдайларда қандай шешімдер қабылдауымыз керек, қандай жауап беру керек, соларға сұрақтар жасап келдім. Қазір топ-топпен атайын, солар келіп алып кетіп жауап берсеңіздер. Бірінші топ. Алсаңыздар сұрақтар. Сұрақтар? Иә. Барлығы алсын. Тағы біреу. Келесі екінші топ. Алсын. Үшінші топ шығар. Біреу. Ана екеуі. Үшінші топқа. Енді құрметті ұстаздар, осы алған сұрақтарыңызды 3 минут ішінде жауаптарыңызды ойланып отырсаңыздар. 3 минуттан кейін бірінші топтан бастап сұрақтарға жауап бересіздер. Ал енді 3 минутымыз аяқтады. Бірінші топтан бастап жауап беруді бастасақ. Маған берілген жағдаят, математика сабағында күрделі есепті алмас ұялы телефон арқылы мұғалімнен жасырын берілген есептерді шығарып отырды. Оның бастапқыда байқамаған мұғалім белсенділігіне таң қалды. Bir кезде мұғалім сезіктеніп, оның есепті өзі емес ұялы телефон арқылы шығарып отырғанын байқайды. Сіздің әрекетіңіз. Бұл жерде мұғалімнің қателігі болып саналады. Өйткені сабақ барысында оқушылардың ұялы телефондарын жинап алу керек. Сонда ғана өз білімін ары қарай жүйелей алады, өзі есептей алады. Мұғалімнен түсінбеген есептерді сұрауға болады.
Жауабыңыз өте дұрыс. Келесі. Оқушы мұғаліммен әңгімелесіп тұрып, сіздің басқа оқушыларға қарағанда маған жақсырақ көңіл бөлгеніңізді қалаймын деді. Сіздің жауабыңыз. Менің жауабым бұл жерде мен ешқай оқушыны бөліп жармаймын. Барлық оқушы маған алдыма келген оқушының барлығы бірдей. Сол себепті барлық оқушыға бірдей қараймын. Өте дұрыс, тамаша жауап болды. Енді екінші сұраққа көшеміз. Сәкеннің ұялы телефоны азамат сабақ үстінде алып ойнап отырады. Мұғалім оны байқап, ұялы телефонды алды да тәрбие меңгерушісіне берді. Өйткені ол оқушының сабақ үстіндегі мұндай әрекетін басқа жолда байқап, ескертулер жасаған болатын. Сен үшін мен телефонымды алып қойды деп екі оқушы қатты ренжісті. Ренжістің арты төбелеске алып келді. Сіздің әрекетіңіз қандай болады еді? Менің әрекетім екеуінің достасқанын қалап, және сабақ үстінде ұялы телефон алып кіруге және ойнауға болмайды екендігін түсіндіреді. Иә, деген салады. Мұғалім оқушыға тапсырма береді. Оқушы берілген тапсырманы орындағысы келмей, орындағым келмейді деп айтады. Мұғалім іс-әрекет дейді. Бұл жерде мұғалім іс-әрекеті, мысалы мен болсам ол жерде бізді кезінде кәдімгідей ұрадым, егер орындамасаң да. Ал қазір балаларды мен сол өзінің орнын соларға қойып, ұрмай, кәдімгідей ауызбен түсіндіруге тырысамын. Мысалы, қызығушылықтармен балаларды сабаққа ынтасын көбейтемін. Болашақта журналист болғысы келетін оқушы физика сабағында бұл пән менің болашақ мамандығыма қажеті жоқ деп кітап, дәптер, сумкасын жинастырып қояды. Сіздің әрекетіңіз. Бұл жағдайда мен ол оқушыға айтар едім. Мысалы, есімін атап, пәленше физика өмірде қай кезде керек болады, себебі не нәрсе болса да физиканың заңдылығына келіп тіреледі. Сондықтан нағыз керек пәндердің бірі осы деп, керісінше оның жаңағы сол физикаға деген қызығушылығын арттыруға тырысады. Сіз сыртқа шығып кеткен кезде бір бұзық оқушы сөмкеңе бақа салып қояды. Сіз білмей сумкаңызды ашып қалған кездегі жағдай. Сіз не істер едіңіз? Мен бұл жағдайда оқушымен ең алдымен қай оқушы істегенін анықтайтын едім. Содан кейін сол істеген оқушымен ара қатынасымыз, мүмкін ол оқушының маған деген мүмкін бір реніші бар шығар. Болмаса неліктен істеді? Сол оқушының жауабына қарай келесі мысалы немесе кешірем, немесе болмаса ата-анасына ескерту жасау. Келесіде олай істеуге болмайтынын мұғалімге деген құрмет деген сияқты мүмкін өзім ақылымды айтады. Енді үшінші топтың жауаптарын тыңдайық. Біздің сұрақ, үй жұмысын тексеру үшін дәптер жинап алдыңыз дейді. Бір оқушы дәптеріне сіздің суретіңізді салып мазақ етіп жазып қойған. Не істер едіңіз? Енді бұндай жағдай болған кезде ертесіне келіп, оқушымен сөйлесіп, себеп салдарын сұрап, мүмкін ол оқушы басқа бір мақсатқа салған шығар. Сол себеп салдарын сұрап, бірақ мен ол оқушыға түсіндіріп, мұғалімнің суретін себеп салуға болмайды, мазақ етуге болмайды деп өзімнің ақылымды айтар едім. Ескерту жасар едім. Енді маған берілген сұрақ, оқушы сыныптасымен қарым-қатынасының нашар екенін көрсете отырып, мен онымен бірге оқығым келмейді деді. Мұғалім ретінде не деп жауап бересіз дейді. Мен мұғалім ретінде сыныптасымен қарым-қатынасының не үшін нашар екенін сұрап, не себепті олай қақтығысып қалғандарын біліп, одан кейін ол оқушымен ары қарай 10 жыл, 11 жыл бірге оқитынын түсіндіріп, алдағы уақытта сол өзінің ақылында ұстаздар ақылында айтатын. Ескертіп түсіндіреді. Қорытындылай келе, бұндай
жағдайлар әрбір мұғалімнің несіне басынан келуі мүмкін жағдайлар. Осындай жағдайларда әрбір мұғалім өзінің сауатты екенін көрсетіп, оқушының және ата-ананың алдында дұрыс шешімге келе білуі керек. Сіздердің алып қосатындарыңыз болса, қосып өтсеңіздер осы жерде. Қалай ойлайсыздар? Менің қосатыным жағдаят, яғни бұл жерде мұғалімнің жан-жақтылығы, алдына қойылған ситуациядан шығу, жағдаяттың қандай дәлел екенін, оның мәселесі екенін нақты жүйеге келтіру, және де оқушылармен, бұл жерде оқушы мен мұғалім арасында қарым-қатынас, мұғалім мен ата-ана арасында қарым-қатынас, ата-ана мен оқушы арасында қарым-қатынасты жақсарту болып табылады. Мысалы мұғалім мектепке келген кезде ол өз-өзіне кәдімгідей сенімді болып дайын болып келу керек. Себебі ол мектепте кез келген мысалы жағдайлар болып қалуы мүмкін. Мысалы біреу қалып қалып деген сияқты, біреу жаңағы тағы бірдеңе болып қалып деген сияқты жаңағыдай таңғалмай, мәселені жай ғана таңғалмай, солай жолын тауып сол жерден түсіп кетуге дайын болу керек. Енді жаңағы сұраққа қосарым бар, математика сабағында интернеттен көшіріп алу деген телефон. Енді қазір біздің қашықтықтан өту кезінде оқушылар көбісі телефонмен интернеттен алады, ол өтірік емес, интернетте барлық есептердің, барлық тапсырмалардың жауаптары бар, иә. Егер де солай қайталана беретін болса, ана оқушының өзінің біліміне қарайсың ғой. Егер нашар оқыған оқушы солай интернеттен алатын болса, мен оған звондап, ол есепті шығару жолын қалай түсіндіріп беруін сұрайтын едім. Барынша мәдениеттілікті сақтап, әркімнің мысалы әр мұғалімнің де өзіне жараса мінезі болуы мүмкін, ол жаңағы үйінде басқаша ұстауы мүмкін деген сияқты. Бұл жер қоғамдық орын болғандықтан, оны жаңа ақылдаса келіп, ушықтырмай мәселені жақсы жолмен шешу керек. Осыны айтқым келеді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің қазіргі болатын сайыстың аты президент деп алдық. Сайыс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде өздеріңізге белгілі Kahoot платформасында әзірленген сұрақтарға жауап береміз. Ол жерде 10 сұрақ дайындалған. Қазір экранға шығарамын. Осы жерде берілген пин-кодты барлықтарыңыз kahoot.it деп теріп интернеттен кіргеннен кейін пин-код сұрайды. Мінекей 261-58-73 осы пин-кодты жазып қосылуларыңызды сұраймын. 10 сұрақ берілген. Әр сұраққа 20 секунд уақыт беріледі. 10 сұраққа жауап берген ең алғашқы үштік екінші сайыста қатысатын болады. Шықты ма сіздерге? Пин-кодты жазғаннан кейін аты жөндеріңізді сұрайды. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазасыздар. Мінекей уже Мунира апай қосылды. Ал енді шетіне қарап тұрмыз, сіздің де барлықтарыңыз қосылдыңыздар. Енді мен ойынды бастайын. Ескерту, бір ойынға 20 секунд уақыт берді, жауап беруге. Сұрақ шығады, сұрақтың 4 жауабы болады. Бірақ сіздердің алдарыңызда 4 түрлі фигура. Соның жауап қайсы деп табасыздар, соны белгілейсіздер. Басталды. Мақалды жалғастырыңыз. Ұстаз талантты болса, шәкірті қандай болады? Талапшыл, талантты, сынымсыз. Жоқ, сіздер мына жақтан қарайсыздар да осы фигураның өздеріңіздің алдарыңыздан белгілейсіздер. Төртеуінің біреуі жауап, осы жауаптың қайсы? Шеңбер, үшбұрышты қолдарыңызға соны белгілейсіздер. Аяқталды. Мінекей қатысқан адамдардың ішінде талапты. Яғни ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады. Келесі. Мінекей мына жерде шықты, 4 адамды жауап берген Мунира апай, Ақтау апай. Екінші сұрақ, еліміздегі ең ұзын ағаш қайда өседі? Алматыда, Павлодарда, Талдықорғанда, Ұзынағашта. Айтпады ғой сұрақ. Мұнда дұрыс жауап берген 7 адам бар. Мінекей осылай есептеп
келеді, мен келесіге өтер дейін ең сондай нәтижені көретін боламыз. Енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданған күн. Қай күні қабылданды? 95 жылы 30 тамызда, 92 жылы 4 маусымда, 97 жылы 15 қараша, 93 жылы 15 қараша. Мемлекеттік рәміздер қабылданған күн. 92 жылы 4 маусым рәміздер күні болып тұрғанады. Келесі. Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді? Қандай фактор? Тұлғаның тұлға болып қалыптасу үшін дамуына әсер ететін фактор. Оның тәрбиесі, оның отбасы, мектептегі ортасы немесе географиялық ортасы. Тұлға дамуына, яғни әрбір адамның дамуы үшін әсер ететін фактор. Тәрбие. Екі адам ғана дұрыс жауап беріп отыр. Яғни тұлғаның дамуына әсер ететін фактор оның тәрбиесі екен. Бұл соңғы сұрақ болатын. Енді нәтижені қарайық. Алғашқы үштікте 3-ші орында Мөнир апай, 2-ші орында Ақнұр апай, 1-ші орында Қарамсызын. Енді осы алғашқы үштікте ілінген апайларды арайлап жолдарға шақырамыз. Сіздер 2-ші кезеңде сайысқа түсесіздер. Енді алғашқы үштікте болған апай араларды ортаға шақырып, 2-ші кезең кім тапқыр деп аталады. Мен қазір сіздерге экранға сурет шығарамын. Осы жерден сіздер өздеріңізге ұнаған фигураны таңдайсыздар. Геометриялық фигуралардың бірін таңдаңыз. Ең алғашқы болып бізде Райымбек ағай сіз өзіңіздің фигураны таңдайтын. Мен енді өзім домалақтан. Негізі қазір мен домалақтан басайын. Енді қараңыз, сіздің алдыңызда бір сурет бейнеленді. Өзіңіз ұстаз ретінде осы суретті өміріңізбен, ұстаздық жолыңызбен байланыстырып қалай сипаттайсыз? Мұқият қарап, ойлануға уақыт берейік. Сіз ойланып болғанша келесі апайлар өздеріңіз суреттерді таңдай бересіздер. Жақсы, назар салып бір қарап алсаңыз, мен келесі. Аха, ал сөйлеген бе? Жақсы. Келесі бізде Ақнұр апай сіз таңдасаңыз. Жұлдызша. Неге сізге берілген сурет, енді бұнда анық көріп тұрма, қараңғы түнде жалғыз үйде жарық жанып тұр. Мұнда енді барлығы түнгі ұйқы деп алсақ, бір ғана үйде жарық жанып тұр. Сіз осыны өзіңіздің көз қарасыңызбен, ұстаздық жолыңызбен байланыстырып қалай әдемілеп сипаттап жеткізесіз? Иә. Келесі, Мөнир апай, сізге қалған шашы, иә? Мінекей, сізге берілген сурет, яғни әртүрлі округтер деп алсақ, балалар ғой енді. Балалар әртүрлі деп қарастырамыз. Күн жарқырап тұр,
керемет табиғат осы суретке қарап өзіміздің көзқарасымызды ұстаздық жолымен байланыстырып түсіндіріп өтсеңіз. Егер ойланамын десеңіздер, 1-2 минут уақыт берейік. 2 минут уақыт. Иә, кішкене ойланыңыздар, ойларыңызды жинақтаңыздар. Жақсы жайлыға дайын болсаңыз, сіздің көзқарасыңызды тыңдаңыз. Иә, мен өз ойымды, өз пікірімді айта кетейін. Бұл жерде байқасаңыздар, аппақ, парақ көрсетілген, және ортасында қап-қара бір домалақ нүкте секілді көрініп тұр, иә. Яғни енді өмір болғандықтан өмірдің өзі ақ және қара жолдардан тұрады, және өмірде белсенді бір тұлғалардың бірі ол әрине ұстаз, мұғалім. Демек, мұғалімнің өмірінде де ақ және қара жолдар болады деген сөз. Менің түйген ойым осы ұстаз, мұғалім өзінің өміріндегі ақ және қара жолақтардан сүрінбей, тапжылмай, тайсалмай, бәріне шығады, бәріне төтеп, және сондай бір жақсы кезеңге өтуі тиіс деп ойлаймын. Ақ және қара жолдар. Жақсы, келісесіздер ма, ал қосарыңыз бар ма? Мысалы, мен бұл жерде үлкен қағазда бір ғана точка қара көрдім ғой. Мысалы, осы суретке қараған кезде психологиялық бір неге бар, бұл тек қана қараны көретіндігін айтады. Неге дегенде жаңағы адамдар, мысалы, мына ақ дегеніміз жақсылық қой. Үлкен жақсылықты көрмейді, мысалы, көп жақсылық жасаған кезде бір ғана жамандық оны бүлдіруі мүмкін деген мағынада деп ойлаймын. Яғни ақ қара жолдар. Иә, қара жолдар. Яғни өмірде де кез келген жағдайда ақ пен қара бірдей жүріп, қарасаңыз ағымына. Жақсы, келісесіздер ғой. Келесі дайын болсаңыздар. Ануар сіздің? Маған мен таңдағаным жұлдызша. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай қараңғы түн, жұлдыз, жалғыз үй. Бұл қараңғы бізде елімізде болып жатқан жамандық, елімізде болып жатқан індетті мен алдым. Ал жұлдыз, мысалы, үй, жалғыз үй, ол жалғыз үйдің ішінде мен бармын. Өйткені мен қазіргі елімізде болып жатқан індетке байланысты онлайн оқып жатырмыз. Ол маған да қиындық туындады, оқушыларға да қиындық туындады. Сол мәселені мен шешуім керек, жан-жағыма менің, яғни көршілерім болу керек, яғни оқушыларым болу керек. Ал жұлдыз, мен жұлдызға қалай мен жете алмай тұрмын, қараңғы болып тұр. Мен балаларды солай бағалауым керек, мен әдіс-тәсілдерді қолдануым керек, онлайнда қиыншылықтар деп мен білемін бұл жерде. Яғни бұл қараңғы түнді мен ашық, яғни күндізгі жарық күнге айналдырғым келіп тұр. Яғни жалғыз үй, мен өзім деп алсам, ішіндегі мен болып жатқан менің қиыншылықтарым, сол проблемалық жағдаяттардан шығу, қазір болып жатқан оқушыларға қызықтыратын әдіс-тәсілдер қолдану, онлайн болса да қолдана білу, оның оқушыларға деген берген білімін жүйелі түрде жеткізе білу деп санаймын. Өте жақсы, рахмет. Келісесіздер ғой? Келесі бізде Мира апай, сізге берілген сурет бойынша. Мен сіздерге тренинг ойын күйіне келтіру жаттығуы, яғни сабақ басында қуаттың күштін тез мобилизациялау және жұмыс қабілетін жоғарылату. Қазір мен сіздерді осы отырған бойда барлығыңыздан көздеріңізді жұмып, мен айтқан бір мәтінді жаңа өздеріңіз жағдаяттан шығып, сол бойынша жаңағыдай ауызша жауап берсеңіздер болады, әлде жазбаша, әлде өлең ретінде жауап берсеңіздер болады сол жауапқа, жаңағы сұраққа. Ол сұрақ бүгін сіз классқа барғыңыз келмей тұр. Сол жайлы. Ал барлығыңыз көздеріңізді жұмып, менің оқыған мәтінді тыңдасаңыздар болады. Егер де сіз әрекет ете отырып, өз күш-қуатыңызды мобильдеуге тырысаңыз, егер де менің көңілім жақсы болып, өзімді демалған және жаңарғандай сезінсем, классқа қуана барар едім. Көшеде келе жатып, өз оқушыларым туралы ойланам, олар тезірек көргім келеді, ішке кіріп келдім. Өз әріптестеріммен сәлемдесіп, оларға күлімсірей қараймын. Өз оқушыларыма бара жатырмын, ішке кірдім, қоңырау соғылды, сабақ басталды, сәлеметсіздер балалар. Ал енді осы жерде өздеріңізді ойларыңызды айтуларыңызға болады, болмаса эссе жазсаңыздар болады, болмаса жаңағыдай өлең шығар, әлде болмаса схемамен түсіндіре алсаңыздар болады.
барғыңыз келмей тұр. Сол жағдай. Егер де сіз әрекет ете отырып, өз күш қуатыңызды мобильдеуге тырысаңыз, егер де менің көңілім жақсы болып, өзімді демалған және жаңарғандай сезінсем, классқа қуанып барар едім. Көшеде келе жатып, өз оқушыларым туралы ойланам. Оларды тезірек көргім келеді. Ішке кіріп келдім. Өз әріптестеріме сәлемдесем, оларға күлімсірей қараймын. Өз оқушыларыма бара жатырмын. Ішке кірдім, қоңырау соғылды, сабақ басталды. Сәлеметсіздер ме, балалар? Осының ішіндегі жағдаяттарды алып, өздеріңізге жауап ретінде алсаңыздар болады. Яғни, бүгін сіз классқа барғыңыз келмей тұр жағдайында. Классқа барғыларыңыз келмеген жағдайда не істер едіңіздер? Өздеріңіздің іс-әрекеттерін Бүгін сіз классқа барғыңыз келмей тұр. Осы жағдайда Жанат апайға қосыламын. Негізі мұғалімде болмауы керек. Жауапкерші. Біздің міндетіміз білім беру. Оқушыларға деген білім беріп, заман талабына сай, осы жан-жақты оқушы, білімді оқушы тәрбиелеуіміз керек. Ондай жағдай болмайды деп ойлаймын, болмасын да, өйткені біз білімді алдыға қоюымыз керек. Кітап, білімді алдыға қойып, сол мақсатта ғана біз жүйелі түрде оқушыларға деген білімді ары қарай дамыта аламыз. Зарядтайтын шнур бар ма? Негізі үш түрлі нәрсе бар. Бірінші ол адамның бойында өзінің жауапкершілік болу керек. Одан кейін алдындағы жаңағы мектепте не үшін бар? Оқушыларды оқыту үшін. Ең алдында сол оқушылар болу керек. Сен бармаса, мысалы, ұстаз бармаса, олар деген жаңағы келесі өздерінің білімін ала алмай қалады. Екінші оқушылар содан кейін сен сол мектепке барып, жұмыс істеп, оқушыларға білім беріп отырған үшін сен қаражат алып отырсың ғой. Сол себепті бармай қалғым келіп тұрған, ұстазым деп тұрған жоқ деген әңгіме болмау керек деп ойлаймын. Содан кейін керісінше жаңағы өзімді көтермелеп, өзімнің көңілімді көтеріп жаңағы мектепке бара жатқан музыка тыңдап, жақсы нәрселерді ойлап, сонда мүмкін көңіл-күйін көтеріп жаңағы сондай жағдайдан шығуға болады. Мен бірдеңе айта салайын. Сабаққа барғым келмей тұр жағдайына шығу. Мысалы, бірінші мектепке жұмысқа кірген соң уақыт болу керек. Екінші балаларды ойлауға тырысамын. Үшінші ауырмауға тырысамын. Төртінші олай немқұрайлы қарамауға тырысамын. Басқа мәселелерді ысырып тастаймын және де мектепке баруға деген құлшынысты арттырамын. Керемет. Енді келесі үшінші соңғы ойынымыз қазір екі топтан кез келген адамдар шығады да, сосын мына жерден стикерді алып қарайды да, өзі ешкімге көрсетпеу керек. Қарап, соны ымдап түсіндіріп, екі топқа мысалы жастыру керек. Мысалы өзінің тобы жастырса, ол өзінің пайымына жазылады, өзінің тобына. Бұның ішінде бір маңыздысы джекпот болады. Джекпот ашпасаңыздар сіздерге оның пайсызге жазылады сразу. Жоқ, өзің тоғын ақса да ұпайға сәне керек. Ішін көрсетпеу керек. Өзін ақ көріп. Ешқандай сөйлемеу керек, яғни ымдап түсіндіру, яғни сәнетпен. Қоян. Оғы! Жоқ, не еді? Жоқ, анау. Не, аққалы, немені? Жоқ, анау. Дед Мороз. Қолтырауын. Не бар? Құмыртқа жейіс бар ғой, бүйтіп орынмен жейтін. Жоқ, бір ғана. Битті. Оның соңында бір пайда болды.
Құр. Жоқ. Жоқ. Қаз. Қырғауыл. Тырна. Пингвин. Үйрек. Аққу. Үндік. Қырғауыл. Неме еді? Айта беріңіз. Жоқ, ана жерде сіздер қарасаңызшы, 6 әріп тұр ғой. Онда Кірпі, иә? Жастар, бүгінгі семинарларымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, алғыс білдіремін. Елбасымыз айтқандай, қазір бой жарыстыратын емес, бой жарыстыратын заман. Сондықтан да болашақ.